Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Қазақстан күрес федерациясының ресми YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз Алматыдамыз, Алматы арена. Жаңа ғана ел кубогының бірінші күні аяқталды. Бұл грек-рим күресінен сайыстар 5 бірдей салмақ дәрежесінде үздіктерді анықтадық. Біздің жанымызда ұлттық құрама, грек-рим күресінен ұлттық құраманың бас бапкері бұл Құткенов Қонысбек Кәрімұлы мырза. Бүгін дәл осы кісімен біз бүгінгі 5 салмақ дәрежесіндегі белдесулерді қорытындылайтын боламыз. Аға, енді ең алдымен өз бүгінгі турнирден алған әсеріңізді айтсаңыз, бапкер ретінде кім сізді таңғалдырды? Бәлкім сіз үшін бір жаңа есімдер пайда болған шығар. Сол бүгінгі жалпы өзің турнир жайлы ой пікіріңіз ең алдымен. Ассалаумағалейкум, көрермендер. Енді бүгін 5 салмағымыз күресті. Соның ішінде 3 салмақ олимпийский вес күресті. Соның ішінде 55 килограмм Дастанбек жеңімпаз болды. Енді ол бала баяғыдан күресіп жүрген бала. Баяғыдан білемін ол баланы бізді. Ұлттық құраманың командасының баласы болған. Екінші бала финалда күрескен Арсен Жұма, жас балуанымыз. Енді екеуінің арасында ойлаймын, тартыста белдесу болады шығар деп. Себептен травма болғасын финалист кішкене қатты күрескен жоқ. Енді өзіңіз осы екі жігітті финалда күттіңіз бе, әлде сіздің ойыңызша басқа біреулер болу керек пе финалда бүгін? Сол екеуінің ойлы планда болған. Ақталды екеуі. Енді бұл салмақта өткен жылғы Нұрзат Қабдрахимов қатыспаған. Қай себеппен білмеймін, Нұрзат заявкада болмады. Ол былтыр Қазақстан чемпионы ғой. Биыл осы чемпионатта жарақаты болды ма, ол жағын білмеймін. Заявкада болмады бала. Марлан Мұқашев дегенге план қойғанбыз, жеңімпаз болады деп. Ол жас балуан Жұма Арсенге ұтылып қалды. Осы Қазақстан кубогында 3-ші орын алып отыр. Онда біз салмақты жоғарылатайық, одан кейін бізде 67 келі салмақ дәрежесі болды. Ол жерде тіпті қызық, өйткені бұл олимпиадалық салмақ, Азия ойындары бар алдағы уақытта. Әлем чемпионатының жүлдегері бұл салмақты өнер көрсетті. Осы салмақты бір-екі ауыз сөз қорытындылап берсеңіз. 67 салмақ айта келсек, Сабаз Бағдат былтырғы Қазақстан чемпионы 2025-те. Осы екі баланы Ержет Жарылқасым екеуін екі жаққа лақтыратын боламыз. Ержетті жақсы балуан, әлем чемпионатының күміс жүлдегері, сол екеуін екі жаққа. Енді бұл салмақта Шермахамед Мейіржан деген баламыз травмамен қазір емделіп жүр. Ол баланы осы кубоктан босаттық. Ал жүлдеге ілікпей қалған осы салмақ ең бір қатты бәсекелес болып көрінді маған сырт көзге. Әсіресе енді Ержет Жарылқасымның финалға дейін жолы тіпті қиын болды. Өзіңіз жүлдеге ілінбей қалған, бірақ өзіңіздің назарында жүрген бір-екі спортшы бар шығар. Осыларды да ұлттық құрамаға тартамыз ау деген. Бұл салмақта кім Асетұлы Сұлтан деген балуанымыз әлем чемпионы U23 кезінде болған 2 жыл бұрын. Сол мықты белдесу болып ұтылып қалды. Дұмұхамед Қошқарға ұтылды, ширек финалда. Демек сол жігітті алдағы уақытта құрамаға негізі осы салмақта көптеген жақсы балуандарымыз көрді. Сағыз Жандын Ислам жастар арасында қола жүлдегер болған Қошқар, айтып кетсек, мықты балуандар, мықты сыйлықты жарыста күресті. Осы жерде тағы бір қоса кететін жайт, Алмат Кебіспаевтың алғашқы белдесуге шықпау себебін айтып кетсеңіз. Енді мен ол жағын білмеймін, неге шықпады, заявкада болды, салмақ тараздан өтті бәрі. Айтуы бойынша травма деп. Енді ол жағын мен нақты білмеймін. Енді қараңыз, қазір бізде Сабаз чемпион бұл салмақта, Мейіржан Шермағанбет бар. Бұл екі жігіттің қайсысы әлем чемпионатын, Азия ойындарына барады, соны қалай анықтаймыз? Бұл енді қазір бізде алдымызда келе жатқан рейтинг турнир бар, июль айында, 7-ші айда. Сол 3 балуанымыз сол рейтинг турнирге барып, сол жерде мықтысын анықтаймыз. Бұл салмақта 3 балуан. Осы салмақта. Сабаз әр салмақта сол рейтинг турнирде нақты реттейміз сол жерде. Анықтап алайық, онда бір салмақтан 3 адам бір турнирге барады. Бір турнирге барады, Бұл салмақ жайлы айтсақ, онда бірінші, екінші нөмір қазір, Ержет, Сабаз и Шермаханбет. Мейіржан Шермағанбет. Үшінші орын алған жігіттерге. Оларда біз алдыда тұрған турнирімізде тоже Дортмундта и Петлесинский турнир, сол жерден тоже қалай көзқарастан көріп, солар күресіп. Енді осындай ұқсас жағдай бізде 72 келі салмақ дәрежесінде де бар, өйткені Азия чемпионы Бішкекте топ жарған 72 келі салмақ дәрежесіндегі. Аманбек Алматбек бұл турнирге қатысқан жоқ, енді түсінікті, бір ай бұрын ғана, қазір бабында емес. Бұл салмақта жаңа чемпион, жас спортшы Мади Данилов деген жігіт. Бұл салмақтағы ситуация дәл осындай жолмен шешілетін түрі бар ғой сонда? Бүкіл салмақтары сол. Біз за граница, басқа елде балық қапсықалар қалай күреседі, сол мықтысын сол жерде анықтаймыз. Жалпы енді бұл салмаққа тоқталатын болсақ, қандай спортшылар тағы сіздің назарыңызға іліккен? Енді бұл жерде қарап отырсақ, бәрі бұрын күрескен Калинов Данияр финалист болса, ол
тоже возрастной спортшы. Иә. Өзі оқушым ол бала. Енді ол білмеймін қазір қандай бабында болғанын. Енді осылай күресіп шықты. Енді Данияр Қаленовтың тіпті финалға шығуы өте бір сенсация деуге болатын шығар. Жаңа ғана бір маманмен сөйлескен кезде бұл салмақтың бәсекелестікке қабілеттілігі төменнің белгісі деген ой айтылды да. Мысалы, өйткені 2-3 жылдай өнер көрсетпеген адам басқа жерде қызмет жасайды, бірден толық жаттығу жасамай Қазақстан чемпионатының финалына шығып кету. Енді Қаленов Данияр ол 10 жыл Қазақстанда финалист болып жүрген, финалист, бронзовый медаль болып жүрген бала, айтуға болмайды, ол тренировка істеп жүрген бала. Өйткені Қазақстан былтыр Қазақстанда күресті, әр чемпион Қазақстанда күресіп жүрген бала. Енді бала 33-тегі бала, жаттығуын істеп жүр. Енді бұл сенсация деп айтуға болмайды. Демек, алдағы уақытта бұл кісіде ұлттық құрама сапына тартылуы мүмкін ғой? Тартылу, иә. Онда 87 келі салмақ дәрежесі, бұл жерде де өте қызықты белдесулер болды. Шамил Ожаев Қазақстан кубогының чемпионы атанып отыр. Бұл жігіттің өзінің сөзіне қарағанда соңғы кездері қатты бір жолы болмай жүрген, бабында болмаған, осы турнирге де қатысу мәселе болған екен. Бұл жігіттің әлеуеті қарқыны жайлы айтатын болсақ, Шамил Ожаев өткен жылғы чемпион Нұрсұлтан Тұрсыновты жартылай финалда ұтып кетті. Енді бұл салмақта тоже олимпийский вес қой бізде. Алда келатқан бізде Азия ойындары. Сол осы вестерге қарап, осы салмаққа медаль беретін бала деп ойлаймыз. Енді мына жерде қарап отырсақ, қазір Тұрсынов бар, Ожаев бар, Евлоев деген бар, Оспанов деген осы конкуренция вес бізде. Одан кейін Жеңіс Ерасыл деген жас балуанымыз қазір U20 Азиясында дайындалып отқан бала. Осы жарыста күреспеген. Енді солардың бәрін біріктеп, сол бір іріктеу жарысына апарамыз. Енді осындай олимпиадалық салмақтарды негізі алдағы уақытта қалай шешетін боласыз? Өйткені бір айдың ішінде бізде Азия ойындары мен әлем чемпионаты тұр. Жыл соңына қарай жоспар бойынша бір спортшы екі бірдей турнирге қатысуы мүмкін бе? Ондай ықтималдық бар ма жалпы? Кейбір салмақтарда осындай бір бала, бір спортшы екі жарысқа да күреседі. Бірақ ол әзірше қандай салмақ екенін білмейміз. Айтамаймын қазір, иә. Ауыр салмақпен қорытылайық. Ең ауыр салмақта бізде Олжас Сырлыбай Қызылорда облысының палуаны жеңіске жетіп отыр. Сыздықовқа қарсы белдесуде Сыздықовтың қателігін қолданып кеткен. Жалпы белдесуді қалай бағалайсыз өзіңіз? Біз түк көріп үлгермей қалған сияқтымыз бұл белдесуде. Енді мына жерде Сырлыбай не кім Әлімхан бар, одан кейін Ерғали Олжас деген бар. Сол үшеуінің арасында тартысты белдесулер болады деп ойлаймын. Үшеуінің арасында Узаров Жахар деген бар, U23-ке дайындалып отқан бала. Осы жарысқа қатысып күреспеді. Өткен жылы Қазақстан чемпионы. Өткен чемпион Қазақстан, оны да алып тастауға болмайды. Соның төртеуінің арасында болады. Тартысты белдесулер болады. Есе шешілмесе рейтинговый турнирда, онда прикидка деген бар. Бірін-бірімен күресіп, сол тағы да бөлек белдесулер болады. Енді осы орайда Әлішер Ерғалиді айтып кетсеңіз, жалпы ол енді еркін күрестегі жетістіктермен танымал палуан ғой. Грек-рим күресінде бұл жігіт қаншалықты бір алысқа шаба алады, өзіңіз қалай ойлайсыз? Енді ол енді қазір бізде былтырдан декабрьде желтоқсан айынан қосылды біздің құрамаға оқу жаттығу жиындарына. Енді олдан қарағанда декабрьден желтоқсан айынан қарағанда кішкене бала қосып келе жатыр. Көзі ілініп, көрініп келе жатыр. Бұрын физически слабый болса, қазір көрініп тұр, уже ақын қалпына келіп отқан бала. Енді осы орайда мысалы еркін күресмен мәселе қалай шешіледі? Ол екі күрестің бағыты бір спортшы үшін таласып қалуы мүмкін өзара мысалы. Негізі мен кезінде Ерғали келгенде сұрағам, сен қайда боласың? Өткенде еркін күрестің бас бапкерімде сөйлестім. Ол да шешім қабылдаған шығар ойлаймын. Енді айттым, бала өзі таңдау керек. Қай грек-римге ме еркін күреске бара ма деп. Сосын өздерінің шешімдер, бала шешімін қабылдады. Грек-рим күресінде менің оқу жаттығуымда ол бала қатысып жүр. Сондықтан ол грек-рим күресіне өзім ойымша бізде болады. Ауысып кетіп жатыр, иә. Толықтай грек-рим күресінің шебері деуге болады. Ендеше ертең бізде тағы да 5 салмақ дәрежесі. Ертеңгі жарыс күнінен өзіңіз не күтесіз, қандай балуандар шабады деп ойлайсыз, сол жайлы айтып кетсеңіз, кішігірім болжамыңыз. Енді болжам айтуға қиындаумыз енді. Енді жалпы өзіңіз не күтесіз? 60 килограммда бізде тоже белдесу 4 баламызды сетка бойынша лақтырдық. 4 полуфиналда кездесу керек деп. Ол Сұлтанғали Айдосымыз бар, Камалиев Ербол былтырғы Қазақстан чемпионы екі жаққа кетті. Сосын әлем чемпионы жастар арасында Исқар Курбайымыз, ол Сұлтанғали жаққа кетті. И мына жағында түскен кім? Бекболатов Аманғали, әскери арасында әлем чемпионы. Сол 4 баламыз лақтырылды. Одан қарап болсын 77 килограммда Демеу Жадыраев, олимпиаданың күміс жүлдегері. Екінші жағында кім?
Мерей Маулитханов былтырғы Қазақстан чемпионы. Екеуі екі жаққа кетті. Қалған салмақтар бойынша 97 килограммда айтып отырмық. Матсиев Юсуф, екінші жағының жас балуанымыз Аманалы деген Нұрасыл деген. Екеуі екі жаққа жібердік біз. Дәл осы бүгінгі жарыс күнін қорытындылайық. Ертеңде дәл осылай жиналып, бір-екі ауыз сөз міндетті түрде осыны бастаған дәстүрімізді жалғайық. Онда осылай турнирді қорытындылап отырайық. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Біздің YouTube арнамызға тіркеліп, пікір жазып отыруды, өз ойларыңызды, кубоктан алған әсеріңізді жаза отыруды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.